Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен өмірімізде күнделікті қолданатын ас атасы нанымызды дайындаймыз. Бұл нанның ерекшелігі құрамында ашытқы болмағандықтан ағзамызға өте пайдалы болып есептеледі. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Нанымызға дайындауға қажетті заттар: ұн, сүт, сұйық май, тұз, қамыр қопсытқыш, су. Ұнымызға қамыр қопсытқышты, тұзды салып араластырып жібереміз. Үстінен сұйық майды құямыз. Сүтімізді құямыз. Суымызды құйып, қамыр илейміз. Бастапқыда венчикпен араластырып жібереміз. Артынан қолмен илейтін боламыз. Ескеретін жағдай, қолмен илеу барысында қатты қыспай, жай-жайдан илейміз. Себебі болған ашытқы қосылмағандықтан қатпарлы болып шығады нанымыз. Илеп болғаннан кейін 30 минутқа тынықтырып қоямыз. Отыз минуттан кейін қамырымызды теңдей екі бөлікке бөліп аламыз. Осы рецепт бойынша 2 дана нан шығады. Қамырымыздың үстінен аздап сұйық май жағып жібереміз. Бұл нанымызды істеу барысында жеңіл болу үшін қолданылады. Лист алып, үстінен пергамент төсейміз. Нанымыздың бір бөлігін алып, видеода көрсетілгендей формасын шығарып аламыз. Біріншіде ортаңғы бөлігінен бастап, шетіне қарай осылай басып шығамыз. Бетінен жұмыртқаның саруызын жағып жібереміз. Және пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градуста 35-40 минут пісіріп аламыз. Бетінен кунжут немесе мак себуге болады. Мен мак қолдандым. Мінекей біздің қып-қызыл әдемі ашытқысыз нанымыз дайын болды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Достар, видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет.